Ассаламу алейкум баршаға. Бүгін бізде Toyota Land Cruiser 120-лық шанағында, яғни кузовында объемы 4. Бұл автокөлікте барлық ошибкалар жанып тұр. Яғни чек, антизанос, ABS көріп тұрғаныңыздай, және де подушка безопасности, яғни барлық ошибкалар жанып тұр. Осы видеода осы ошибкалармен жұмыс істейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, комментарий, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен бұл автокөлікке диагностика жасаймыз. Барлық қателерін, яғни ошибкаларын оқитын боламыз. Соның ішінде ең біріншімен ABS системасына диагностика жасаймын. Себебі ABS-тен ошибка болса, антизанос, чек барлығы жанып кетеді. Сол үшін ABS-тен бастап әрі қарай қарайтын боламыз. 120-лық Land Cruiser 2006-тан жоғары. Так, 6 цилиндр деп тұр. Окей. Так, енді бізде полный тесттерін жасауға болады. Барлық системаны болмаса выбор системаны жасауға болады, яғни таңдап жасауға болады. Таңдап біз қазір мен бірінші ABS-тен бастаймын. ABS-тің шасси, ABS. Окей, ABS-ның системасына кірді. Кодты оқып алайық қазір. Бұл жерде бізде неисправность цепи датчика скорости заднего правого колеса. Содан кейін неисправность цепи датчика скорости заднего левого колеса. Яғни екі артқы дөңгелекті көрмей тұр. Так, сосын мына жерде система регулировка двигатель деп тұр. Неисправность система регулировка. Мына жерде антиблокировочный тормозный система. Яғни мына екі датчикті көрмей тұрғасын, мына антиблокировочный система жұмыс жасамай тұр деп көрсетіп тұр. Ең алдымен біз қазір мына сол жақ дөңгелекті қарауым керек. Себебі оң жақ дөңгелектің штекерін ажыратып тастадым. Қазір не екенін түсіндірем. Бізде ошибка мына артыңғы задний левый колеса. Осы артыңғы сол жақ дөңгелекті ABS-ін қарайтын боламыз. Ең алдымен мына біздің датчик ABS. Қазір мінекей жақтан көрінбейтін шығар. Мына датчик ABS штекерін ажыратып тастадым. Содан кейін бұл штекерден бастап, штекерде екі провод болады. Прозвонка жасаймын. Бұл жерден бастап, яғни датчикқа келетін жерден бастап, ABS блокқа дейін сау ма, сау емес пе, соны тексеретін болам. Яғни проводымыз сау ма, сау емес пе. Содан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Егер провод сау болса, онда датчикті тексереміз. Біз не жасау үшін, прозвонка жасау үшін ұзын проводты алдым да, осылай. Мына проводтың бір жағын жаңа штекерге тығып қойдым. Енді екінші жағына осылай контроль салып қоямын да. Енді мына жерден тексерем түгелдей. Мынау бізде ABS-тің блогы. ABS-тің блогын штекерін шешіп тастаймын да. Барлық контакттеріне қарап шығамын, тек мына үлкендерінен қарамаймын. Себебі мына үлкендері ол питание, қалғандардың барлығын қарап шығамын. Бізде датчиктің осы жерге дейін, егер провод сау болса, біздің прозвонка шиқылдайды. Барлығын қарап шығамыз. Ешқандай прозвон келіп тұрған жоқ. Енді қазір мен датчиктің екінші проводына алсам, екінші проводты тексеремін, сау ма, сау ма. Датчикқа келіп тұрған штекердің екінші проводына проводты ауыстырдым. Енді оны да тексеремін. Екі проводта үзік болуы мүмкін, болмаса біреуде үзік болуы мүмкін. Оны қазір көретін боламыз. Біздің датчиктер схема бойынша 4 дөңгелектің датчигі осы пиндарға келеді. Мына жерде
датчиктер келмейді. Оны қарап шықтым схема бойынша. Так, мына жерде ешқайсында да жоқ. Демек, артыңғы сол жақ дөңгелектің проводтары, екі проводы да бізде мына жаққа, яғни ABS-тің блогына келіп тұрған жоқ деген сөз. Сонымен достар, қазір мен обрыв іздеп жатырмын. Бұл жерде менің проводым міне ABS-тің проводы. Айналып қазір штекер тауып алдым. Орта жақтан штекерден бөледі. Мына жоғары жақтағы ақ штекеріміз ақ штекерден бөлінді. Яғни міне шешіп алдым штекерді. Осы екі штекер біздің екі артыңғы дөңгелекке оң жақ және де сол жақ дөңгелекке кетеді. Ал мына штекер киілетін жағы ABS жаққа кетеді. Енді ана жер түсіруге өте ыңғайсыз. Сондықтан былай көрсетіп жіберейін. Мына штекеріміз біздің ABS блокқа кетеді. Осы жерден ABS блокқа дейін прозонка жасадым. Прозонка бар, яғни провод сау деген сөз. Бұл жерден ABS блокқа дейін провод сау. Демек, мына штекерден бері қарай бізде үзік бар деген сөз. Сондықтан мен қазір соны іздейтін боламын. Яғни біздің обрывымызды екіге бөліп алдық. Ар жақта ма, машина жақта ма, болмаса артыңғы бөлікте ме, яғни алдыңғы бөлікте ме, болмаса артыңғы бөлікте ме, соны шешіп алдым. Біздің жағдайда штекердің бер жақ бөлігінде, яғни дөңгелек жақ бөлігінде. Сондықтан осы штекерден бастап мына штекерге дейін, ABS-тің датчигіне дейін прозонка жасадым. Үзік, яғни прозонка жасалынбайды, үзік екен. Сондықтан осы проводты қазір мен түгелдей ақтарып, үзілген жерін тауып алу керек. Сонымен достар, қазір мен обрывты таптым, үзікті. Қолымда мінекей датчикке келетін штекер. Сөйтіп, мына проводымыз мына жерден үзілген екен. Осы жерден үзілген. Осы жерден бастап қазір жалғап штекерді орнына саламыз. Штекерді орнына салып датчикті тексеретін боламыз. Мінекей, осы шаматкамнан проводты мен әдейі ашық қойдым жалғауға. Көбінесе ABS-тің проводтары осындай қисық жерлерде, бұралатын жерлерде үзіліп келеді. Бізде мына провод оң жаққа кетеді, мына дөңгелекке. Ал мына проводымыз қолмен ұстап тұрған, ол сол жаққа кетеді. Екеуі штекерге қосылып, жаңа айтқан штекерге қосылады да, ары қарай блокқа дейін кетеді. Блокқа дейін сау, тек проблема осы жерде. Үзілген жерді жалғадық. Енді қазір тексеріп көрейік. Мына штекерге дейін обрыв бар ма, жоқ па? Тағы бір тексеріп алам. Бір контактіне қоям. Сосын мына жақтан тексереміз. Қолынан қазір шығып кетіп тұр, ыңғайсыз болып тұр сәл. Біріншісі бар. Енді екіншісіне ауыстырам. Екіншісі де бар. Демек, қазір ұстап отқан проводымыз, мына провод түгелдей мына штекерге дейін сау деген сөз. Штекерді орнына жалғаймыз, ары қарай да сау, блокқа дейін. Сосын тексереміз. Болып жарайды. Датчикті бәрін орнына салдым. Енді мына штекерді орнына салып, ABS-тің блоктың тексеріп көрейік енді. Диагностикасызда, жоқ, әзірге шығып тұр бізде. Бірақ ABS өшті. ABS-іміз өшті. Бірақ та бізде антискольжение, антизаностика қалып қойды. Диагностикамен қарап жіберейік қазір. Сонымен достар, бізде ошибкалардың барлығы кетті. Чек, антизанос, ABS барлығы кетті. Себебі полный сброс жасаған болатын, полный сброс. Сол уақытта барлық кетті, яғни ABS жасамай тұрған кезде қалып қойған ошибкалар, антизанос. Сол антизаносымыз біздің ABS арқылы жұмыс жасағандықтан біз полный сброс жасадық. Сол уақытта біздің чек та кетті, антизанос та кетті, ABS те барлығы кетті. Достар, рульді шешіп алдым. Шешкен кезде менде мынандай бір штекер шығып кеткен бе, болмаса тағылмаған ба белгісіз. Қазір орнына саламыз.
содан кейін тексереміз ошибкасын. Салу үшін бірінші штекерді қарасын саламыз, содан кейін үстінен сарыны басу керек болады. Енді қазір осылай қойып қояйын да ошибкамен қарап жүрейін. Болмаса зажигание ашқан кезде егер барлығы нормально болса, ошибкамыз кету керек. 1-2 секундтан кейін кету керек ошибка. Әзірге кеткен жоқ, оталдырып көрейік. Ошибка кетпей жатыр. Енді диагностиканы қарап жіберейік. Мүмкін сброс жасағанда кетуі мүмкін. Так, бізде СРС. Код дейін, окей. Сбросты басып көрейік. Ошибкамыз кетті. Ошибка кетті. Ошибка кетті. Қазір ештеңе жанып тұрған жоқ. Кейбір көліктерде ошибкаларды ақауды жөндегеннен кейін бірден кетіп қалады, ал кейбір көліктерде осылай диагностикамен сброс жасау керек болады. Енді көлікті өшіріп